Сәлеметсіздер ме, құрметті білімгерлер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сақтандыру шартының ұғымы, элементтері, мазмұны, түрлері. Сабағымыздың мақсаты сақтандыру шартының ұғымының элементтерін, мазмұнын, түрлерін түсіндіру, заңды терминдерге сүйенуге баулу. Ал енді сиқырлы қобдишаны ашып, сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрағымыз сақтандыру шартының ұғымы, екінші сұрағымыз сақтандыру шартының элементтері, үшінші сұрағымыз сақтандыру шартының мазмұны, төртінші сұрағымыз сақтандыру шартының түрлері. Енді бейнебаянымызға көңіл бөлейік. Қазақстанда жылжымайтын мүлікті сақтандыруға қызығушылық артып келеді. Бүгінде аталмыш жүйе өрт, жарылыс, үшінші тұлғалардың мүлікті бүлдіруі және табиғи апаттар сияқты қауіп-қатерден сақтандыруды ұсынады. Сонымен қатар жөндеу жұмыстары кезінде көршілердің дүние мүлкін зақымдаудан да сақтандыруға болады. Статистикаға назар аударсақ, Астана мен Алматы қалаларының тұрғындары сақтандыру қызметіне көбірек жүгінеді. Ал ел өңірлерінің арасында Түркістан, Қарағанды, Шығыс Қазақстан және Алматы облыстары көш бастап тұр. Құрылыс, сәулет және жылжымайтын мүлік туралы ең өзекті мәліметтер шаршы метр бағдарламасында. Қазақстанда баспананы сақтандыру саласы қанат жая бастады. Ұзақ уақыт бойы халық сақтандыру компанияларына сенімсіздікпен қарап, сақтандыру полисін сатып алуды қажетсіз шығын деп есептеп келді. Бірақ аталмыш нарық даму үстінде. Қазіргі таңда жылдар бойы қаржы жинап, сатып алған мүлкін сақтандыру арқылы үй иесінің көңілі жайланады. Сондай-ақ банктерде ипотекалық несие беру кезінде сақтандыру міндетті шарттардың бірі болып бекітілген. Как-то месяца 3 тому назад был в КСК. 3 ай бұрын пәтер иелері кооперативі баспанамды сақтандыруды ұсынды. Олар сақтандыру шарттарын түсіндіріп, өрт, су тасқыны сияқты оқыс оқиғалардан сақтандыруға болатынын айтты. Бұл қызмет үшін төлем сомасы да аса көп емес, шамамен 4000 теңге екен. Сақтансаң сақтармын деген сөз бар. Көп пәтерлі тұрғын үйлерде өрт, көршілерден су кету сияқты төтенше жайттардың жиі болатыны белгілі. Пожары и потопы в таких многоквартирных домах частые случаи. Әлем елдерінде сақтандыру қызметінің бұл түрі жоспарланбаған қаржылық шығынның алдын алу мақсатындағы тиімді әдіс ретінде қабылданады. Отандық мамандар да осы жайды ескере отырып, шетелдік тәжірибені жергілікті нарыққа бейімдеп, сәтті жүзеге асырып келеді. Бүгінде республикамыздағы тұрғын үйлердің 1%-ке жуығы ғана сақтандырылған. Ал Батыс Еуропа мен Солтүстік Америка елдерінде пәтер иелерінің 90%-тен астамында сақтандыру полисі бар. Бірқатар мемлекеттер өз азаматтарына баспананы сақтандыруды міндеттеп қойған. Алайда әлем елдерінің басым көпшілігінде бұл қызмет түрі Қазақстандағыдай ерікті түрде жүзеге асырылады. Осыдан бірнеше жыл бұрын елімізде жылжымайтын мүлікті міндетті сақтандыру туралы заң жобасы қызу талқыға түскен болатын. Құжатта қазақстандықтарды кем дегенде 35 шаршы метрін сақтандыруға міндеттеу көзделген еді. Қазақстандықтардың жылжымайтын мүлікті сақтандыру жүйесін жетік білмеуі көп қиындық келтіреді дейді сарапшылар. Не секрет, что собственное жилье для казахстанцев это самый ценный. Қазақстанда жеке баспананың ең құнды материалдық игілік екені рас. Көп жағдайда бұл тіпті жалғыз белсенді актив. Сол себепті де үйді сақтандырған абзал. Бірақ бізде небәрі 1%-ға жетер-жетпес баспана сақтандырылған. Біріншіден, халық қауіпті жағдайдың болмайтынына сенімді. Екіншіден, мемлекетке үміт артады. Ал дүние мүлікке төнген қауіп-қатердің бәріне үй қожайыны ғана жауапты екенін түсіну керек. И риск самого собственника жилья. Государство не обязано предоставлять новое жилье в случае его потери. Бүгінде сақтандыру компаниялары қауіп-қатердің барлық түрі бойынша ауқымды қызмет түрін ұсынады. Тұрмыстық газдың жарылуы, көршілерден келген судың жайылуы, тұрғын үйдегі апаттан баспанаңызды су басу,
бұзақылық, қарақшылық. Ұзын сонар тізімде жер сілкінісі, ұшатын нысандардың бір бөлігі немесе оның ішіндегі жүктің құлауы секілді апаттармен қоса террористік шабуыл зардабы да бар. Стоимость полиса не зависит от площади квартиры. Полистің бағасы үйдің ауданы емес, оның құнына байланысты. Және де сақтандыру полисін сатып алуды қазақстандықтардың қалтасы көтермейді деген жаңсақ пікірді жоққа шығарғым келеді. Мәселен, көптеген компаниялардың сақтандыру тарифі баспана құнының 0,1%-нен 0,3%-не дейінгі сомадан құралады. Қарапайым мысал келтіре кетейін. Бір бөлмелі пәтер бағасы 10 миллион теңге делік. Сақтандыру құны жылына 10-нан 20 мың теңгеге дейін болады. Әдетте коттедж иелері сақтандырады. Әсіресе Қазақстанның оңтүстігі мен шығысы сияқты сейсмикалық қауіпті аудандарда орналасқан жеке үйлер үшін сақтандыру маңызды. Бұл қызмет түріне жүгінетіндердің басым көпшілігі Астана мен Алматы қалаларының тұрғындары. Это жители столицы и города Алматы. Жылжымайтын мүлікті сақтандыру процесі санаулы минутта жүзеге асады. Бұл үшін көп құжат керек емес. Компаниялардың сақтандыру бағдарламаларының құны жылына 4 мыңнан 20 мың теңгеге дейінгі аралықта. 20 мың теңгенің бағдарламасы үлкен сұранысқа ие. Өйткені мұның жауапкершілігі 5 миллион теңгеге бағаланады. Айта кету керек, пәтер мен жеке үйді сақтандыру құнындағы айырмашылық көп емес, әрі бұларға төнетін қауіп қатер бірдей. Тек бағдарлама тарифі бойынша өзгешелік болуы мүмкін. Для страхования своей квартиры Баспанаңызды сақтандыру үшін пәтердің құқық белгілеуші құжаттары мен жеке куәліктің көшірмесі қажет. Рәсімдеу 7-10 минутқа созылады. Содан кейін сақтандыру келісім шартының полисі беріледі. Соңғы кезде сақтандыру компанияларының қызметіне жүгінетіндер саны артып келеді. Мәселен, пәтер құны 20-25 миллион теңге болса, сақтандыру төлемі бұл соманың 0,3%-ын құрайды. Көптеген компаниялар тіпті клиенттің әрбері сабылып, табан тоздырмау үшін ыңғайлы әрі кешенді бағдарламаларын ұсынады. Елімізде сақтандыру мәдениеті даму үстінде. Жылдан жылға клиенттер саны артып келеді. Көбінесе егде жастағы адамдар келіп, балаларының пәтерлерін сақтандырып жатады. там племянница вот недавно страховала женщина. Жителями проводится разъяснительная. Қазір сақтандыру мәселесі бойынша тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Барлық үйлерге ақпараттық парақшалар тараттық. Хабарландыру тақтасына әлдік. Құжаттарды рәсімдеу бойынша менеджерлерді оқыттық. Документы. Культуру страхования нужно развивать, разъясняя жителям, что имущество они должны застраховать. Сақтандыру мәдениетін әлі де дамытып, тұрғындарға дүние мүлікке қатысты жауапкершілікті компанияларға артуды түсіндіру керек. Саланың болашағы зор деп есептеймін. Потому что это у нас не очень развито, но я думаю, в будущем в страховании есть перспектива. Мамандардың айтуынша көп жағдайда бір тұрғын үй кешеніндегі пәтерлердің 1,5-2% ғана сақтандырылады екен. Жаңадан салынған үйлерде негізінен қожайындар емес, пәтер жалдаушылар тұрып жатыр. Сол себепті міндетті түрде жылжымайтын мүлікті сақтандыру керек. Мұны үй иесі немесе сенімхат бойынша оның өкілі рәсімдей алады. Будучи юристом, я часто бываю на все. Заңгер ретінде көршілердің шығынын өтеу процестеріне көп қатысамын. Пәтер иелері мен басқарушы компания арасындағы жауапкершіліктің белгілі бір түрі бар. Мысалы, краннан немесе батареядан, кір жуғыш машинадан су кетсе, үй иесі жауапты болады. Ал егер көршілерінің мүлкіне зақым келтірілсе, шығын толығымен сақтандыру компаниясы есебінен өтеледі. Ал қазір көп үйлерде жөндеу жұмыстарын жүргізген
келген кезде қымбат материалдар қолданылатыны белгілі. Сондықтан да бүлінген заттарды қайта қалпына келтіріп, шығынның орнын толтырып, оны өтеу үшін қыруар қаражат керек. Сол себепті де көршілер алдындағы жауапкершілік деп аталатын сақтандыру түрін ұсынамыз. Оның бірнеше пакеті бар. Белгілі бір сомаға немесе сыйақыға рәсімдеп, кейін жауып тастауға да болады. Это можете огреть от лишних, допустим, расходов. Еліміздегі баспаналар көбінесе өрттен сақтандырылады. Бірақ келісім шарттағы тәуекелдердің арасында сынған терезе, апаттан қираған дүниелер сынды санаттар да бар. Ескере кетер бір жайт, егерде сіздің мүлкіңізге қатысты болған қандай да бір оқиға келісім шартта көрсетілмесе, шығынның орны толтырылмайды. Бұдан бөлек мүлікті иесі қасақана бүлдіргені дәлелденсе, ешқандай өтемақы берілмейді. Бүгінгі сабағымызда ашылатын сұрақтар. Бірінші, сақтандыру шартының ұғымы. Екінші, сақтандыру шартының элементтері. Үшінші, сақтандыру шартының мазмұны. Төртінші сұрағымыз, сақтандыру шартының түрлері. Сақтандыру сомасы. Сақтандыруды қорғау. Сақтандыруды қорғау мерзімі. Суброгация. Заңды өндірістік факторы, сақтанушы, сақтандырушы, пайда алушы, сақтандыру сыйақысы, сақтандыру жағдайы терминдеріне көңіл бөлсек. Сақтандыру шарты бойынша бір тарап сақтық сыйақыларын төлеуге міндеттенеді, ал екінші тарап сақтық жағдайды пайда болған кезде сақтандырушыға немесе оның пайданы шарт жасалған өзге де тұлғаға шартта белгіленген соманың шегінде сақтық өтемін төлеуге міндеттенеді. Ұйымдастырудың түрлеріне байланысты сақтандырудың түрлері 4 топқа бөлінеді. Бірінші, медициналық сақтандыру, акционерлік сақтандыру, өзара сақтандыру, корпоративтік сақтандыру болып 4 топқа бөлінеді. Сақтандыру объектісі қызметкерлердің еңбек міндеттерін орындау барысында оның өміріне және денсаулығына келтірілген зияны үшін жұмыс берушінің азаматтық құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру объектісі болып табылады. Қызметкердің еңбек міндеттерін орындау барысында оның өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиянды өтеу үшін туындаған міндеттемелеріне байланысты жұмыс берушінің мүліктік мүддесі табылады. Қазақстандағы сақтандырудың түрлері 2 топқа бөлінеді. Олар міндетті сақтандыру, ерікті сақтандыру. Сабақты қорытындылау мақсатында миға шабуыл түрінде қолданылады. Бірінші сұрағымыз, сақтандыру шартын қалай түсіндіңіз? Екіншісі, сақтандыру шартының элементтері жайында не айта аласыз? Үшіншісі, сақтандыру шартының қандай түрлерін білесіз? Төртінші сұрағымыз, сақтандыру сомасы жайында не айта аласыз? Сақтандыруды қорғау дегеніміз не? Суброгацияны қалай түсіндіңіз? Зиянды өндірістік фактор. Сақтандырушы дегеніміз кім? Сақтандырушы ол кім? Пайда алушы жайлы не білесіз? Сонымен соңғы сұрағымыз, сақтандыру сыйақысы дегеніміз не? Білімгерлердің сабаққа қатысуына байланысты олардың білімдерін бағалау жүйесі. Сабақтың қатысуына байланысты 10 балл, өз пікірін білдіру 20 балл, үй тапсырмасын уақытылы өткізу 20 балл, сабақтағы белсенділігі 20 балл, ғылыми көзқарасын білдіру 10 балл, материалды толық меңгеру 20 балл. Үйге тапсырма. Азаматтық кодекстің 803-845 баптарымен жұмыс жасаңыздар. Сондай-ақ
қолданылған әдебиеттермен жұмыс жасасаңыздар да болады.